Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және оқушылар. Наурыз айының ұбт аяқталғаннан кейін жалпы оқушылардың көпшілігінде 10 сыныптағы 11 сыныптағы жаңа бағдарлама бойынша тақырыптарға көп сұрақ туындады. Осы тақырыптарды біз 10 күн 10 тақырып курсының бірінші ағымында қарастырған болатынбыз. Оларды жалпы айта шықсақ, ол олюм, 11 сыныптағы олюм тақырыбына байланысты есептер, 10 сыныптағы Гесс заңы, гибс энергиясы, кванттық механика, параллель жүретін есептер, яғни радиоактивтілікке байланысты, яғни ядрохимияның есептері, молекулалардың геометриясы, яғни Гиллеспи әдісі, сигма пи байланыстарды анықтау және оған қоса гибридтелу түрлерін анықтау, оған қоса ерітінділердің және балқымалардың электролизі және жалпы органикалық реакциялардың жіктелуі және соңғы қарастырылған тақырып pH, яғни сутектік көрсеткішті анықтау. Осы 10 тақырыпты біз 10 күнде қарастырған болатынбыз. Әр тақырып бойынша сіздерге мен тікелей эфирде сабақ өтілді. Оған қоса әр тақырып бойынша сіздерге тақырыптық тест берілді және сол тақырыптық тесттің бейне талдаулары берілген. Яғни көп таралған есептердің Гесс заңы, гибс энергиясына мектеп кітабындағы есептерінде шығару жолдары көрсетілді. Оған қоса әрине қосымша әр тақырып бойынша тест сұрақтары берілді. Яғни сіздер алған білімдеріңізді бекіту үшін. Бұл ретте біз дәстүрлі әдіспен емес, яғни лайфхактармен оңайтылған, жеңілдетілген жолмен қарастырған болатынбыз осы тақырыптарды. Әрине осы курс аяқталды, әрине оның барлық материалдары чек-лист түрінде дайындалды. Сіздерге қазір көрініп тұрған шығар чек-лист. Жалпы чек-листте 10 тақырып қарастырылды. Яғни оған қоса сіздерге биорганикалық қосылыстардың дәстүрлі атаулары, шамамен НКТ-да, ОБТ-да кездесетін шамамен 80%-дан жоғары биорганикалық заттардың, органикалық заттардың сапалық реакциялары, атаулары жасалған, жинақталған документ, 4 документ берілді. Олюмге арналған есеп, міне, әр бейнебаян жеке-жеке сілтеме арқылы, презентация қажетті, теориялық ақпараттар және тест тапсырмасы. Одан кейін сол үй тапсырмаларының әр есептің бейне талдаулары берілген болатын. Барлығының шығару жолымен. Екінші Гесс заңыдан дәл солай. Үй тапсырмаларының талдаулары, міне көріп отырғандарыңыздай, мектеп кітабындағы Гесс заңына байланысты есептер. Оған қоса қосымша тағы да 10 есеп берілді сіздер бекіту үшін. Дәл солай гибс энергиясы. Гибс энергиясының шығарылу жолы, үй тапсырмасының 10 есебі. Одан кванттық химия бойынша тест тапсырмалары берілді, қосымша тапсырмалар, яғни сіздер егер мұғалім болсаңыздар, өздеріңіз БЖБ-да, ТЖБ-да қолданылатын ол есептердің әрине сәйкесінше бүкіл тест тапсырмасының бейне талдауы және қосымша тапсырманың да бейне талдауы салынды. Параллель жүретін есептер, оған байланысты есептің шығару жолы, еш реакция теңдеуін жазбай оңайлатылған және мектеп кітабындағы параллель жүретін есептерге байланысты есептердің шығарылу бейне талдауы, оған қоса әрине бүкіл 20 есеп берілді, қосымша ол 20 есептің талдауы берілді. Ядрохимия, яғни біз альфа, бета, гамма адыраудың түрлерін, ядролық реакцияларды, оны қалай жазу керек, қалай теңестіру керек, оны қарастырып, тест тапсырмасы берілді, 20 сол тест тапсырмасының бейне талдауы. Молекулалардың геометриясы тақырыбы, мұнда біз гибридтелу түрлерін қарастырдық. Одан кейін молекулалардың геометриясын, яғни Гиллеспи әдісі бойынша AXM-EN формуласын лайфхакпен оңай жолмен табу әдістерін барлығын қарастырған болатынбыз. Соған сәйкес виртуалды лабораториямен жұмыс жасадық. Олармен қалай жұмыс жасау барлығы әрине видео талдауда салынып, толығымен түсіндірілу жолы көрсетілді. Оған қоса ерітінділердің балқымалардың электролизін лайфхакпен қарастырдық. Және олардың әрқайсысы бойынша тест тапсырмалары беріліп, олардың бейне талдауы жіберілген болатын. Әрине pH, сутектік көрсеткіш 11 сыныптағы. Онда оған байланысты біз pH-ты анықтауды үйрендік толығымен. Әлсіз қышқылдар үшін, күшті қышқылдар үшін, негіздер үшін, сәйкесінше әлсіз негіздер үшін. Одан әрине органикалық реакциялардың жіктелуін қарастырған болатынбыз. Сол тақырып бойынша әрине тест тапсырмасы, сол тақырып бойынша тест жауаптары берілген болатын. Жалпы, құрметті оқушылар және әріптестер, егер сіздер ОБТ-да, немесе НКТ-да, немесе мұғалімдер оқушыларға түсіндіру кезінде осы тақырыптардан қиналатын болсаңыздар, осы айдың соңына дейін, яғни май айының соңына дейін осыны сіздер жеңілдікпен 1500 теңгеге ала аласыздар.
Негізгі бағасы бұл чек-листтің 2,5 мың теңге. Егер осы чек-листті дайын күйінде алып, 1 жыл бойына мұғалімдерге қолданам десеңіздер, әрине маған жекеге жаза аласыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет, сау болыңыздар.